Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын кексті әзірлейтін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қантымызды жұмыртқамызға салып 3-4 минуттай миксерлейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай массамыз көпіре бастайды. Кейін сүт пен майымызды массаға қосып, венчик немесе қасықпен араластырамыз. Одан соң қопсытқыш, ұн және какаомызды салып, бір келкетіп араластыра бастаймыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай массамыз өзінің көбігін жоғалтқан жоқ. Кейін формамызды алып, пергамент қағазын төсейміз. Жаңағы дайын болған массамызды құйып, 180 градусқа 20-25 минутқа пешке жібереміз. Енді құймамызды дайындаймыз. Ол үшін сүт, май, какао ұнтағын осы қантымыздың барлығын қосып, отқа қоямыз. Қайнағаннан соң 1 минут отта ұстаймыз. Міне бисквитіміз дайын. Енді оны бөліктерге бөліп, жаңағы құймамызды құямыз. Құймамыз сіңеді. Суығанша күтеміз. Қалауыңызша үстіне кокос ұнтағын және жемістерді салуға болады. Астарыңыз дәмді болсын.